Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай духовкада 15 минутта дайын болатын баклажандар роллы дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен біз осындай баклажандарды тазалап, екі шетін кесіп алатын боламыз. Және де осылай баклажандарымызды ұзыннан жұқалап кесіп аламыз. Қатты жұқа болып кетпесін, орташа қылып кесеміз. Қатты қалың да емес, жұқа да емес, орташа қылып барлығын кесіп аламыз. Баклажандарымыз ұзын болса, өте орағанда өте әдемі болып көрінеді. Сол себептен өте ұзындау жақсы баклажандарды қылсаңыздар болады. Енді осы баклажандарымыз кесіп алған баклажандарымызды бетіне шамалы дүз сеуіп, барлығын осылай сеуіп дайындап аламыз. Мына біз баклажандарымыз дайын. Ендігі біз мынандай панировочный сухари болады, арнайы суши сататын жерлерде болады, сол жерден таба аласыздар. Және де мындай жұмыртқамызды осылай араластырып дайындап аламыз. Ендігі баклажандарымызды осылай тек қана бір жақ бетін ғана жұмыртқаға малып, және де панировочный сухарinin үстіне малып, қатарына противньға қойып шығамыз. Тек қана бір жақ бетін ғана маламыз. Барлық баклажандарымызды өйстіп дайындап алатын боламыз. Осылай дайын болған баклажандарымызды қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Біздің баклажандарымыз дайын болғанша ендігі салмасын дайындаймыз. Бұнда менде рис салат. Және де қызанақты салом қылып турап аламыз. Барлығында салом қылып тураймыз. Ендігі біздің баклажандарымыз дайын болды. Ендігі біз осы роллымызды жинайтын боламыз. Онда менде начинкасіне майонез, укроп, чеснок барлығын жақсылап араластырып. Ендігі осы баклажанымызды майонезімізді жағып, барлығын начинкасын рис салатымызды шетін шаңқырып ортасына қойып, бір қызанағымызды қойып, барлығын жақсылап орап аламыз. Өте дәмді, өте әдемі біздің баклажандарымыз. Сіздің уақытыңызды үнемдеп, майға қуырып жатпайсыз, тек қана духовкаға салып 15 минутта дайындап алатын, өте сондай жеңіл дайындалатын роллы. Міндетті түрде жасап қойыңыздар, сіздің көңіліңізден шығады деген ойдамын. Өте дәмді және әдемі дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Мына біздің роллымыз барлығы дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Рима. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет. Ас болсын.